Менде классикалық ат шабыс сүйер қауым Ұлытау жүлдесі сарапқа салынып, шын чемпионды анықтады. Ойламаған жерден екінші орында келе жатқан тұлпар чемпион атанды. Енді сол сәттің куәгер ретінде Күрішбек Рамазанды да шын жүректен құттықтаймыз. Кроссинг көрсетілді дейді. Қай тарапта және де қай жерде көрсетілді? Сонымен кеңінен бөлісе аласыз ба? Кроссинг белгісі есептелді. Соңғы 100 метр қалған шамалықта ат жол алды. Сырт жағы алаңда шауып келеді. Ішкі алаңға кірген байланысты менің шабысыма мешайт беріп, кедергі беріп, сол үшін сол кроссинг есептеледі біз шүкір бәйгеде. Әдейі емес, енді аттың үстінде аттың өз барыстығын қысайып кетті ішке қарай. Якейдің де кінәсі емес ол жакейдің. Оңай емес жарыс. Бізге осы орай бізге жүлде қорып беріліп тұр. Рахмет көп. Енді бұған дейін расымен ауа райы сан мәрте өзгеріп жатыр. Жалпы әр жакейден сұрағым бір. Қандай ауа райында шапқан сізге ыңғайлы? Бізге ыстық ауа райына қатты ұнайды. Ыстық ауа райы, да. Ыстық ауа райы біздің ыстық ауа райы біздің аттар қатты жүгіреді. Салқын болады, сәл жете алмай жатырмыз да. Қолтыма болған. Қолтыма болған ыстық ауа райлар жақсы бізге. Кішкене біз алдыда боламыз, шетелден келген аттарға байланысты. Өте қуаныштымыз. Кикбек жағынан ше? Кикбек деген несі? Топырақ шашады ғой арқаққа. Ол жағынан белгісі біздің аттар енді ол атты осы күн ыстыққа үйренген өзі шауып үйреніп қойған. Білмеймін, ол жағынан қайдергі жоқ бізге. Бізге күн ыстық болған сайын наоборот польза көп болады деп өзім ойлаймын. Керемет, тұңғыш жауап естіп тұрмын, бұндай тамаша. Ендеше қолтыма аттар бізге ыстық керек, бізге салқынырақ сәл болмай жатыр. Ыстық керек болып жатыр. Енді Дидарбек мырзаны білеміз, бапкерлік қызмет атқарып жүр. Сіздің өзіңіздің бір сондай бапкерлік қызметіңіз жоқ па? Жоқ, мен осы ағамда, бұл менің ағам кіші. Қолымда екінші әкеймін, мен отделениеде екінші әкеймін. Болашақта тренер боламыз деген үміт бар. Алда әлі талай үміт көп қой. Қазіргі уақытта үйренудеміз. Жақсы результаттар көрсетіп жатыр, ағамыз үйреніп жатыр, білгенімізді, білмегенімізді. Күрішбек Дидарбекке рахмет көп үйретіп жатқанына. Осының арқасында жеңіске жетіп жатырық. Аллаға шүкір. Болашақта да жеңіске жетеміз деген үміттеміз. Керемет. Көп рахмет. Ендеше жеңісті күндеріңіз көп болсын. Рахмет көп. Сау саламатта болыңыз. Қадірменді көрермен, біз әрмен қарай жалғастырамыз. Нағыз қызық енді басталады.